Сәлем баршаңызға, менің есімім Маржан. Осы видеода тақырыптан байқағандарыңыздай мен диплом мен ауылға бағдарламасы жайында сөз қозғамақпын. Бір жыл бұрын біз отбасымызбен, мен жолдасым мен балаларыммен ауылға көшіп келген болатынмын. Сол кезде мектепке өз мамандығым бойынша жұмысқа орналастым да осы бағдарлама жайында сұрастыра бастадым. Әрине, ғаламторда ақпарат өте аз болды. Және де осы жақында мен өзімнің Instagram парақшама осы тақырыпта пост жазған болатынмын. Сол кезде көптеген қыздар, келіншектер сұрап жатты менен, бұл бағдарлама әлі бар ма, әлі қатыссам бола ма, ол үшін қандай мамандық болу керек, қандай құжаттар болу керек деген сияқты сұрақтар қойып жатты. Сол барлық сұрақтарға мен өзімнің тәжірибеме сүйене отырып осы видеода жауап бермекпін. Егер де сізге қызық болса, видеоны соңына дейін тамашалаңыз. Ең алғашқы қойылған сұрақ ол әрине бұл бағдарламаға кімдер қатыса алады? Біріншіден, өзінің дипломын жаңадан қолына алған, өзінің жоғарғы білімін алып, ауылға қарай аттанған жастар қатыса алады. Тек қана жастар емес, сонымен қатар бірнеше жыл жұмыс өтіліңіз болса да, 3 жыл жұмыс істедіңіз бе, 5 жыл жұмыс істедіңіз бе, маңызды емес. Сіз егер де отбасыңызбен ауылға қоныс аударсаңыз, немесе ауылға келін болып түссеңіз, немесе декретте бірнеше жыл отырып қалып, енді жұмысқа шыққыңыз келсе де, сіз бұл бағдарламаға өз өтінішіңізді білдіре аласыз. Келесі көп қойылатын сұрақтардың бірі ол қандай мамандықтармен бұл бағдарламаға қатысуға болады. Әрине, ең алдымен білім саласындағы қызметкерлер, олар ұстаздар, әсіресе ауылдық жерлерде көбінесе ағылшын тілі, физика, химия сияқты мамандықтарға кадрлар жетіспей жатады. Мысалы, мен өзім қазір ағылшын тілінен сабақ беріп жатырмын. Менің балам Инстаграмда жазған болатын, тағы да пост. Балам әлі кішкентай, жұмысқа бірден аса шығам деп өзім жоспарлап отырған кезде маман жетіспей жатыр, шықпасам болмайды деп, сонымен қазір мен балама 6 ай болса да, мен жарты ставкада мектепте қызмет жасап жүрмін. Сонымен ары қарай жалғастыратын болсақ, келесі бұл бағдарламаға әрине медицина қызметкерлері де қатыса алады. Дәрігерлер, медбикелер, сонымен қатар денсаулық және спорт саласының қызметкерлері және әлеуметтік саладағы қызметкерлер қатыса алады. Келесі маңызды және әрі басты сұрақтардың бірі ол бұл бағдарлама бізге не береді? Ең алдымен бізге ауылдан үй салуға немесе үй сатып алуға ақшалай несие береді. Ол несиені сіз 15 жыл көлемінде қайтаруыңыз керек, яғни 15 жылға бөліп береді. Бірақ несиенің пайызы өте аз мөлшерде, 0,1% мөлшерлемеде сіз несиені қайтарып бересіз. Егер де сіз бұл несиені жабуға мүмкіндігіңіз болса, тек 3 жылдан кейін ғана жаба аласыз. Тағы бір берілетін көмек ол бір реттік жәрдемақы, қайтарылмайтын жәрдемақы. Ол да жыл сайын бұл соманың көлемі өзгеріп тұруы мүмкін, себебі курс өзгергеніне байланысты. Мысалға, биылғы жылдағы бұл жәрдемақының мөлшері 200 мың теңгедей. Жаңағы айтқан 4 миллион теңгені де сіз барлығын алу шарт емес. Ауылдағы тауып алған үйіңіздің құнына қарай ол 1 миллион болуы мүмкін, 2 миллион болуы мүмкін, 3 миллион болуы мүмкін. Қалаған сомаңызды ала аласыз, себебі оның жаңа айтқандай қайтарылатын ақша. Сіз осы бағдарламаға өз ниетіңізді білдіретін болсаңыз, онда ескере кететін ең алғашқы шарт, сіз ол ауылға кем дегенде 3 жылға көшіп келуіңіз керек, және жаңа орналасқан жұмыс орнына 3 жыл бойы өзіңіздің еңбегіңізді сіңіруіңіз керек және өтеуіңіз керек. Және сіздің сол ауылға көшіп келгендігіңізді басқа ауылдан немесе басқа қаладан, ауданнан көшіп келгеніңізді растайтын анықтама болу керек. Осы және өзге де көптеген құжаттардың сізге тізімін береді. Сіз оны жаңағы көші-қон полициясынан анықтама аласыз, халыққа қызмет көрсету орнынан анықтама аласыз, жұмыс орныңыздан анықтамалар аласыз, және төл құжаттарыңыздың, дипломдарыңыздың көшірмесі жинақтайсыз, және де өзіңіздің жолдасыңызда, балаларыңызда жылжымайтын мүліктің жоқ болуы тиіс, сонда анықтайтын анықтамаларды сіз жинақтап әкімшілікке өткізесіз. 3 ай көлемінде мекен, жоқ жарты жыл көлемінде мекен, ол қаралып,
барлығы дұрыс болып жатса, сіз жаңағы аталған жәрдемақыларды, несиелерді ала аласыз. Міне мен өзім білетін барлық ақпараттармен сіздерге бөлістім. Егер де сіздің жұмыс іздеп жүрген таныстарыңыз, достарыңыз, туыстарыңыз болса, ауылға көшіп барған құрбыларыңыз, жора жолдастарыңыз болса, келіндер болса, ауылда тұратын, осы видеомен бөлісіңіз. Сіз менің арнама жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться тетігін баса кетіңіз. Және де егер қосымша сұрақтарыңыз болса, астындағы пікірге жаза отырыңыз. Барлық сұрақтарға жауап беретін боламын. Сіздермен бірге болған Маржан. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.